Түнде есік көрсең не болады? Сыртқа шығып атқан есік. Шығайын десең, алдыңда арыстан, иттің тұрғаны, ішке кіріп, жауып, құлыптап алған есік. Оның бәрі нені білдіреді? Айтайық. Есік деген не? Есік деген екі әлемді жалғастырушы нәрсе. Яғни үй мен даланы, ішпен сыртты, сыртпен ішті байланыстырып тұратын нәрсе. Яғни есіктің символикасы бұл дегеніміз ауысу, өмір тіршілігінің ауысуын білдіреді. Енді келесі сияқты нәрсе. Сіздің ішке кіріп жатыңыз, сол ауысу нәрсесін қаламай жатқаныңыз белгісі. Ал сіздің сыртқа шығып атқаныңыз, ол сол ауысу нәрсесіне дайын екеніңіз белгісі. Ол оқуға түсу, үйлену, кез келген нәрсе бола береді. Ал енді ол есіктің алдындағы тұратын кедергілер, мысалы ата-ана болуы мүмкін, жаңа айтқандай ит, мысық болуы мүмкін. Бұлар өзінше жеке символика болып кетеді. Қызық болса, бұл туралы да ашықтырақ айтып беретін боламыз. Ал енді есік мәселесін айтып жатырмыз. Есік сыртқа шығып атқаны мейлінше жақсырақ болады. Есікті ашып, сыртқа шығып, оны жауып кетіп қалу мейлінше жақсылықтың тұсы болады. Ал керісінше ішке бекітіп жауып алу, бұл сіздің өміріңізде, өмір тіршілікте өзгерістерге дайын емессіз, қаламайсыз дегенді білдіріп жатады. Бұл есік. Ал енді құлыпы бар есік, немесе кілті бар есік, кәдімгі бүйтіп кілттеп қоятын есіктер. Ал бұл өзгеріске қатысы жоқ тұс болады. Өмір салтыңызға қатысы жоқ тұс болады. Бұл жерде ішке бекітіп, кілтін жауып алып, қолға ұстап алу, бұл деген сөз сіздің ішкі сырларыңызды ешкім білмесе, менің көптеген жан дүниемде болып жатқан нәрселерді ешкім білмесе деген сіздің талабыңыз, қалауыңыз. Бұл жаңағы депрессия болуы мүмкін, біреуге ренжіп жүрген болуы мүмкін, үлкен қиял армандарыңыз бар болуы мүмкін. Жалпы іште сырлар, үлкен біреуге жасап қойған бір сырлар, яғни ешкім білмесе, жан пендесі білмесе екен деген сырларыңызды да осы есік арқылы білдіретін болады. Және де есіктің бізге кіруі таңдау мәселесі. Көп есік болады. Бұл да өте керемет түстерден. Таңдау дегеніміз 3 есік тұрады, 5 есік тұрады, біреуін ашсам қызыл, біреуін ашсам сары, біреуін ашсам күшті бөлме деген сияқты мәселелер айтылып жатады. Бұл есікті таңдап тұру сіздің өмірде өте жол болушы адам екеніңізді білдіреді. Сізге өмір мүмкіндіктерді көп беріп қойған екенін білдіреді. Ал оның ашып жатуы, жаңағы айтып жатқан нәрселер, ол символика қарай өзінше тағы да зорлады. Себебі біз бұл жерде айтамаймыз, әр адам табиғаты әртүрлі болғандықтан, ол жердегі ашылып, бөлмені көру, кітапты көру, ақшаны көру, қызылды көру, жасылды көру, оның барлығы сіздің жеке табиғатыңызға сай жорылып жататын болады. Қорытындылай айтқанда, есік көру